Hello children, how are you today? Now let's start today's lesson. When I was little, open your book on pages 26 and 27. Қайырлы күн балалар, бүгін біз кітабымыздың 26-27 беттегі мен кішкентай болғанда деген тақырыпты өтетін боламыз. Сол беттердегі барлық жаттығуларды бірге орындаймыз. Менімен видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Және де кішкентай кезімізде қандай бала болдық, нені жақсы көрдік, нені ұнатпадық, сол жайында сөйлесетін боламыз. Exercise 22, listen and read and choose дейді, яғни оқимыз, таңдаймыз, астындағы тапсырмаларға байланысты. When I was little, I was naughty, but I was cute. My favorite place was the fun fair. I went there with my mom and dad. My favorite toy was my drum, and my favorite game was OXO. My favorite animal was my pet dog, Puggy, by Tim. Яғни, мен кішкентай болғанда өте тентек болдым, бірақ сүйкімді болдым. Менің сүйікті орным ойын-сауық кешені болды. Мен ол жаққа анам мен әкеммен бардым. Менің сүйікті ойыншығым, менің барабаным болды, және сүйікті ойыным OXO ойыны болды дейді. Менің сүйікті жануарым, яғни күшік, итім, аты Паги екен. Тимнен дейді балалар, бұл бізде бірінші кейіпкеріміз. Екінші кейіпкеріміз. When I was little, I was funny. My favorite place was the museum. My hero was Einstein. My favorite food was ice cream, and my favorite clothes were my blue shorts. I wore them all the time by Rob. Мен кішкентай болған кезде өте көңілді болдым. Менің сүйікті орным мұражай. Менің мықты батырым, геройым, Эйнштейн болды. Және менің сүйікті тамағым балмұздақ, және сүйікті киімім менің көк шортиым болды, және де мен оны үнемі киіп жүретін едім дейді. Бұл Робтың хаты, кешіріңіздер, мен Боб деп оқып қойыппын, Робтың хаты, балалар. Енді осы Тим мен Робқа қатысты астында жаттығулар бар, яғни қайсы бала Тим, қайсы бала Роб, соны анықтауымыз керек, балалар. Next, exercise 23, read and complete. Яғни бұл жерде оқимыз, толтырамыз. When you were little, яғни сен кішкентай болған кезде сенің сүйікті тамағың, сүйікті түсің, сүйікті ойыншығың, сүйікті киімің, сүйікті батырың, сүйікті жануарың, сүйікті орның және сүйікті ертегің, балалар. Бұны өзімізше толтырсақ та болады. Яғни өзіміздің бала кезімізді еске ала отырып толтырамыз. Мен мына жерде өз нұсқамды қалдырдым, балалар. Next, talk with your friends and write about what you were like when you were little. Яғни досымызбен енді сөйлесеміз, досымызға өзіміздің кішкентай кезімізде қандай болғанымызды айтып береміз. Мысалға, мен бір нұсқаны жаздым. When I was little, I was naughty, but I was funny. My favorite place was the theater. I went there with my mom and dad. My favorite food was pizza, and my favorite toys were cars. My favorite animals was my pet Мурка, осылай өздеріңіз де достарыңызға өзіңіздің кішкентай кезіңізді сипаттап жазсаңыздар болады, балалар. Next, exercise 24, let's sing. Яғни балалар, now өлеңді өзіміз қайталап оқимыз, тіліміз жаттығуы үшін. Exercise 25, look, read and write yes or no. Яғни балалар, бізге мәліметтер берілген, сол мәліметтерді оқып аламыз дағыны, төмендегі отырған 5 сөйлемге немесе жоқ деп жазып шығуымыз керек, балалар. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, осыған қарап жазып алсаңыздар болады, немесе өздеріңіз жазып тексеріп алсаңыздар да болады. Now the lesson is over. Goodbye, children. See you next lesson.